12 жасқа толған балаларға арналған ақпараттық өнім. Жігерлі болса, ер болар, бірлікте болса, ел болар деп жыр алыбы Жамбыл атамыз бекер айтпаса керек. 130-дан астам ұлт өкілі бір атаның баласындай ынтымақ пен бірлікте өмір сүріп жатқандығы даналық сөзімізге айғақ. Құт мекеніміздің тыныштығына зат түсірмеуді мақсат еткен елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осыдан 25 жыл бұрын Қазақстан Халқы Ассамблеясын құрды. Сол күннен бастап халықтар арасындағы келісім мен толеранттылықты нығайтуға барша этнос өкілі жұмылдырылып, елімізді дамыту бағытында орасан зор қызмет атқарылуда. Қазақстан Халқы Ассамблеясы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бастамасымен құрылды. Мемлекеттік саясатты іске асыру, мемлекет және азаматтық қоғам институттарын этносаралық қатынастар саласындағы өзара іс-қимылдарының тиімділігін арттыру бағытында сақталған мекеме еліміздің тұңғыш президенті 1992 жылы тәуелсіздіктің бірінші жылдығына арналған Қазақстан халықтарының форумында ассамблеяны құру идеясын алғаш рет айтқан болатын. 1995 жылғы 1 наурызда елбасының Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. Оның мәртебесін алғашында ел президенті жанындағы консультативті кеңесші орган бекіткен еді. Өз тарихында ассамблея аталған мәртебеден мықты құқықтық негізге және қоғамдық саяси мәртебеге ие конституциялық ортаңға дейін өсті. Кешегі 90-шы жылдары еліміздің азаттық алған күндерінің алғашқы сәттерінде өтпелі кезеңнің өкпелі желінде тұрғанда көптеген мәселелер туындағаны белгілі тарихтан. Соның ішіндегі ең күрделісі, ең көлемдісі, ең ауырлығы деуге де болады. Бұл әртүрлі тарихи жағдайға байланысты біздің қазақ елінің, Қазақстан Республикасының көп этносты ел болып, көп этносты мемлекет болып қалыптасқан еді. Енді жаңа заманда, жаңа жағдайда тәуелсіздікті басқа этнос өкілдері қалай қабылдар екен? Өйткені біз алға бірге жылжуымыз керек, бірге баруымыз керек. Этот год стал знаменательным для... Биылғы жыл біз үшін және Қазақстанда тұрып жатқан өзге де ұлт өкілдері үшін ерекше. Себебі Қазақстан Халқы Ассамблеясына 25 жыл. Қостанайдағы орыс сібір казактарының қауымдастығы құрылған күннен бастап ел дамуына өз үлесін тигізу үшін белсенді түрде жұмыс атқаруда. Барлық ұлтқа бейбіт шаңырақтың астында өмір сүруге мүмкіндік беріп отырған елбасы Нұрсұлтан Назарбаев әрдайым алғысқа лайық тұлға. Қазақ жатсынуды бөлектенуді білмейді. Біз Қазақстанда мекендеген барлық халықтың достастығы мен төзіміне, сыйластығына да ризашылық білдіруіміз керек. Бүгінгі бірлік бірге еңбек етіп төккен теріміздің нәтижесі. Жылдан жылға бірлігіміз нығая берсін. Елбасымен бірге тәуелсіз Қазақстанды құру жолындағы аянбай тер төккен еліміздің барлық азаматтарына ризашылығымды білдіріп, тағдыр тоғыстырған Қазақстанның көп этносты халқының ортақ тарихын құрметтейтінімді айтқым келеді. Алпауыттармен бойын кеңестіріп, ойын оздырған, ұлтты ұйыстырып, ұлысты ұғыстыра білген қазақстандық қоғамдық келісім мен жалпы ұлттық бірліктің моделі әлемге үлгі. Қазақстан менің үйім. Біз татулығы жарасқан, ынтымағы бар асқан керемет дәуірдің куәгеріміз. Кез келген қиындықты жеңетін бірақ күш бар, ол бірлік. Кеше елді ертеңіне сендіріп, жерді қорғау үшін бірлік қаншалықты қажет болса, бүгін сол мемлекет тұтастығына сызат түсірмей, толағай табыстарды сақтап қалу үшін де соншалықты қажет. Мәңгілік елдің мұраты да, қуаты да бір. Бәріңізде осы бірліктің арқасында осылай татулықты, осылай мереке әдемі күндеріміз біздің елбасының программа бойынша осыған жеттік. Құдайға шүкір, осы татулығымыз әрқашан болсын. Түркше айтсаңда мүбәрәк болсын. Аллахтан жан саулық, uzun ömür, gönül hoşluq. Allah razı olsun. С момента независимости Казахстана
Түркия Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін ең бірінші болып мойындаған ел. Бұл үшін мен қуанам. 2010 жылдардан бастап елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен жүргізілген түрік мемлекеттерінің жақындастыру саясаты елімізді орталық Азияның көшбасшысына айналдыру идеясы нақты өз жемісін берді. Оған Түркістандағы Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің қызметі, 2009 жылы Түркияның белді қоғамдық ұйымы түрік ошақтары тарапынан Нұрсұлтан Әбішұлына түркі әлеміне қызмет марапатының берілуі, түрік елдері ақсақалдар кеңесінің құрылуы және елордада түрік дүниесі академиясының ашылуы, сондай-ақ Анкара қаласындағы жастар саябағына Назарбаев ескерткішінің орнатылуы, Түркияның экс-президенті Абдуллах Гүлдің елбасы Нұрсұлтан Назарбаевты түркітілдес халықтардың көшбасшысы деп бағалауы, тұңғыш президентіміздің түркі әлемін біріктіру, экономикалық және мәдени салаларды тығыз байланыстыру жолындағы тарихи еңбегіне берілген әділетті баға болды. Очень интересно. Қазақстанда қасиетті қара шаңыраққа баласақ, еліміздегі барша этностар сол шаңыраққа шаншылған уық. Ұлт пен ұлысты татулыққа шақыратын берекенің бесігі, бірлік пен достықты дәріптеп тұрғандай, киіз үйдің негізін құрайтын кереге болса, кереген кен болсын деген тілек дархандығы даласымен өлшенген халқымыздың пейілін білдіреді. Ассамблея негізгі міндеті қоғамда диаспоралық келісімді және толеранттылықты одан әрі нығайту үшін қолайлы жағдай жасау. Ел бірлігін нығайту, мемлекет құрушы қазақ ұлтының дәстүрі мен тілін дәріптеу арқылы диаспоралар мәдениетінің сақталуына жағдай жасау, қоғамдық келісімді қолдау және дамыту. Сонымен қатар Қазақстан Халқы Ассамблеясы мемлекеттік органдарға экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет етуге, азаматтардың демократиялық нормаларына негізделген саяси құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсетеді. Мемлекеттің саяси және экономикалық еркіндігінің кепілі тәуелсіздік. Ал іргесі мықты ел болып, жаһандану үрдісі кезінде жұтылмаудың жалғыз жолы ауызбіршілік. Ішкі саясаттың іргелі қағидасы ұлтаралық келісім принципіне негізделген. Демократиялық құқықтық мемлекет құруда елбасы Нұрсұлтан Назарбаев осы ұстанымды мықтап ұстанды. Соның жемісі бүгінде саяси сауатты, экономикасы қуатты, әлеуеті тұрақты қоғам қалыптасты. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің бір ынтасыменен, өзінің бастауыменен, ұйымдастыруменен өмірге Қазақстан Халқы Ассамблеясы келді. Оның алдында, ассамблеяның алдында, Қазақстандағы тұрып жатқан этнос өкілдерінің басын қосып, ақпан айында 1992 жылы бір ғана мәселе қаралған болатын. Біз осылай көп этносты елміз. Бізге келешекте бірге боламыз ба, әлде басқа жағдай бола ма? Бізге тәуелсіз елдің экономикасын, іргетасын қалауда, алға жылжуда ең бірінші кезекте қажеттілігі, керектігі ол жаңағы этнос аралық, ұлттар аралық келісім мен жаңағы саяси тұрақтылық болатын. Өйткені келісімсіз, тұрақтылықсыз ешқандай алға жылжу болуы мүмкін емес еді. Представители польской национальности в этой стране чувствуют себя. Қазақстан көп этносты мемлекет. Оның ішінде Қостанай өңірінде бірнеше этнос өкілі бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүруде. Қазақтардың көңілі дархан, пейілі таза, құшағы кең. Тағдырдың айдауымен поляк ұлтының өкілдері отанынан жер аударылып Қазақстанға, оның ішінде Қостанай облысынан қоныс тепкен еді. Біздің Қазақстанға деген достық көңіліміз түзу. Осы өлкенің жасыл желекке оранып көркеуіне тұрғылықты жандардың денінің сау болғанын қалаймыз. Если уж так случилось в судьбе быть этому народу депортированным, то нам очень повезло. 90-шы жылдардың басында шырайлы жеріміз бен жер асты байлығымызға көз алартқандар көп болды. Елдің ішіне ірткі салып, арандатқандар да табылды. Бірақ қиын болса да, үзіліп бара жатқан жерден жалғап әкетіп, құлап бара жатқан жерден сүю болатын елбасы саясаты елді тоздырмай, оздырды. Экономикасы кері шегінбеген, әлемдегі санаулы елдердің санатына қосылды. Осылайша сол күндері бойға қуат, ойға сенім орнады. Құқықтық мәртебеге Қазақстан Халқы Ассамблеясы этносаралық байланыс дәстүрі мен инновацияны үйлестіріп отыр. Бейбітшілік пен келісімнің платформасы, ал бұл азаматтық қоғам құрудағы маңызды факторлардың бірі. Мәселен, Қазақстандағы кәрістер қауымдастығының қызметіне қарай отырып, қазіргі уақытта Қазақстандағы этномәдени бірлестіктердің қызметі диаспоралық мүдде, мәдениет, этносаралық сала мәселелерімен тыс ауқымды міндеттерге негізделгенін нық сеніммен айтуға болады. Қауымдастық елбасы мен президенттің жолдауларын іске асыруға, болашаққа бағдар,
қоғамдық сананы жаңғырту атты стратегиялық мақаланы іс жүзінде жүзеге асыруға белсенді түрде атсалысуда. Қазақстанда кәрістер қауымдастықтары мемлекетіміздің серпінді дамуына бағытталған ауқымды міндеттерді орындауға үлестерін қосуда. Қауымдастық көптеген жобаларға бастама жасап, ең алдымен жалпы мемлекеттік міндеттерді шешуге және бірлікті, бейбіт өмірді, тұрақтылықты нығайтуға бағытталған әртүрлі іс-шаралар өткізіп келеді. Нашему первому президенту Қазақстанның тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз сөзінде елімізде тұрып жатқан этностар Қазақстан мен өздерінің тарихи шыққан елдерінің арасындағы тірі көпірге айналуы тиіс деп бірнеше рет атап өткен болатын. Кәрістер қауымдастығы осы сөздерді басшылыққа алып іс жүзінде жүзеге асыруға елеулі үлес қосып келеді. Қоныс аударған кездері де қазіргі уақытта да кәрістердің қазақ еліне деген алғысы шексіз. Осындай шын алғыс сезімін сөзбен жеткізу де қиын, оны тек іспен дәлелдеуге болатын шығар. Халық арасындағы қарым-қатынас, қоғамдағы ізгі құндылықтар енді қалыптаса бастаған кездері бір-біріне тірек бола білген қиын қыстау уақыт тарих парағына айналады. Ата-аналарымыздың басынан өткен сол кездері қазақ халқының қол ұшын бергенін мәңгілік есте сақтау қажет. Кеңес үкіметінің күштеп қоныс аудару саясатына алдымен кәрістер ілікті. Бұл науқанның алғашқы кезеңі 1935 жылы жүзеге асты. Жапон үкіметі соғыс тұсында шекара маңындағы кәрістерге сенімсіздік білдіріп, елдің ішіне қарай көшіреді. Кеңес үкіметі де Жапон армиясына жасырын қызмет атқарулары мүмкін деген күдікпен кеңестік кәрістерді жер аударды. Кейін бұл науқан 1937 жылы қайта жалғасты. Осы жылдың соңына қарай Әзербайжан, Армян республикаларынан шекараға жақын орналастырылған күрд, армян, парсы, түрік халықтарының өкілдері де Қазақстанға жер аударылды. Наша община в Костанайской области действует с 1993 года. Армян қауымдастығы Қостанайда 1993 жылы ашылды. Репрессия кезінде саяси жүйе өзге ұлттармен санаспады. Алғашында жеке адамдар қудаланса, кейіннен тұтастай халықтар туған жерінен айырылды. Басқа аймаққа күшпен жер аударылды. Сол қиын қыстау кезеңде қазақ ұлты біздің ата-бабаларымыздың аштан қырылып, жойылып кетуіне жол бермеді. Барымен бөлісті. Бұл сынақтар адамдарды тартыстырмай қайта жақындатады. Депортация ұлт үшін үлкен трагедия. Бір сәтте мыңдаған адам сотсыз, тергеусіз, халық жау атанды. Құжатсыз, бүліксіз, азықсыз қазақтың шексіз даласына жөнелтілді. Бірақ малынан айырылған қазақ тарықпады. Өзі аштықтан қырылып жатып, соңғы нан үзімімен бөлісті. Осылайша депортацияланған өзге ұлттарды рухани күйзелістен, аштықтан аман алып қалды. Мы очень благодарны за это им. Мы могли сохранить свою главную идентичность, свое самопонимание. Репрессия баланы анадан, ананы ошақтан, адамды ақылдан айырған оқиға. Қазақ жеріне депортацияланғандар өздеріне жанашыр дос тапты. Тәуелсіздік алғаннан кейін де елбасы Қазақстанда қалындар бірге еңбек етейік деген үндеу тастады. Сол кезде көп қолдады. Ал өзге елге көшіп кеткен аз халық көп ұзамай қайта оралды. Қайда жүрсем де ұлтым поляк, отаным Қазақстан дегенде мақтан айтамын. Қазақстанда ұлтаралық қатынастардың моделі әлемнің талай мінберінде талқыланды. Талқылануда талқылана бермек. Ұлттар арасында татулық пен діндер үйлесіндегі тәуелсіз мемлекетіміздің басты байлығы. Мемлекет құраушы ұлт қазақ болса, айналасына топтасқан өзге ұлттар мәуелі бақтай тамыры бірге тереңдеп, тарихы бірге өрліп келеді. Лично мне довелось посетить в этом году уже как представитель турецкой общины на 27-й. Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының 27-ші сессиясында болу құрметіне ие болдым. Үлкен әсер алдым. Түріктер мен қазақтардың өмір сүру салтында ұқсастық бар. Қазір мемлекеттің кез келген саласында түрік жастары еңбек етіп жүр. Қазақстанда адамдардың ұйқысы тыныш, уайымы жоқ, себебі тұрақтылық, бірлік бар. Тағдыр тәлкегімен Қазақстанға қоныс аударған түрлі этнос өкілдерін қазақ халқы құшақ жая қарсы алып, басқа түскен ауыртпашылықты бірге көтере білді. Бүгін тәуелсіз Қазақстанның мәңгілік елін құру жолында бүкіл қазақстандықтар ерінбей еңбек етіп келуде. Ынтымағы жарасқан елімізде бірлігіміз жарасып, шынайы ықыласымыз арқылы сыйластығымыз артуда. Бүкіл еліме шынайы алғысымды білдіремін. Ассамблея этносаралық және конфессияаралық келісімнің механизмі ретінде өзінің тиімділігін дәлелдеді. Тегі басқа болғанымен кендігі бір, тілі басқа болғанымен тілегі бір. Ұлы даланың мәңгілік мұраты, Қазақстанның ұлы державаға айналуын ұлт та, ұлыс та қалайды.
Әлемге көз салсақ, жерге талас, таққа талас қызу жүруде. Көптеген елдер азаматтық соғыстың аз алдында, ал бізде бір жерде тұраламай алға жылжуға серпін беретін жоспар да, бағдар да бар. Бастысы болашағымыздың жарқын екеніне кәміл сенім бар.